Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Диляра. Бүгін осындай корндок рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқа мен қантты жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан соң тұз, ашытқы және су құйып тағы араластырамыз. Ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қамырымыз дайын болды, қолға сәл жабысып тұрады. Бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қайнап тұрған суға сосискамызды 1 минуттай қайнатып аламыз. Енді корндок жасау үшін бізге шпажкалар қажет болады, және панировочный сухари керек болады. Менде тауық қанаттарына арналған панировочный сухаримен араластырдым. Енді сосискаларымызды ортасынан бөліп, шпажкаларды ортасына кіргіземіз. Артығын бөліп аламыз. Оған дейін қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Енді шпажкаларымызды қамырға салып, толықтай бекітеміз. Енді панировочный сухариға салып, қызып тұрған майға барлық жағынан қуырып аламыз. Қалғандарын дәл солай жасап, қуырып аламыз. Осындай қытырлақ, дәмді әрі тойымды корндоктарымыз дайын болды. Кетчуппен жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балалар сүйсініп жейтін тіске басар. Астарыңыз дәмді болсын.